Офлайн әлде онлайн. Бірінші қыркүйекте оқушылар мектепте оқиды деген білім министрінің мәлімдемесі елде екіұдай пікір тудырды. Бұл бастаманы бірі қолдаса, екінші тарап коронавирус қайта өршіп тұрғанда балалардың білім ордасына баруына қарсы. Сондықтан мамандар мектепке лап қоймай алдымен сынақ түрінде оқуды ұсынып отыр. Данияр Әлімқұл аймақтардағы ахуалды анықтап көрді. Оқушылардың офлайн оқуға баруы сан алуан пікір туғызды. Кей ата-аналар тамызға таяғанда шығарған министрдің шешімін асығыстық десе, мәжіліс депутаты карантин жағдайында дәстүрлі оқуға дағдылану керектігін айтады. Онлайн оқудан балалар білімін жоғалтты, ата-аналарға салсақ, барлығы былтырғыдай болсын дейді. Бірақ бұл тығырықтан шығудың жолы емес. Коронавирус әлі қанша жалғасатыны белгісіз, сондықтан біз санитарлық талаптарды сақтау арқылы сабақты мектепте оқуды қоғам болып үйренуіміз керек. Мектептерді жаппай дәстүрлі оқуға көшіруді эпидемиолог маман құптамайды. Онсыз да күрделі жағдайды ушықтырып алуымыз мүмкін дейді. Белгіленген мерзімді кейінге қалдыру керек, немесе кезең-кезеңмен жасау керек. Мүмкін пилоттық жобалар жасап, қаншалықты қауіпті, қауіпсіз екенін зерделеп, қалай болатынын көру керек. Қысқасы өзгеріс керек, өйткені қашықтан білім берудің техникалық әрі сапалық жағынан проблемаларын көрдік. Ал білім министрі жағдайды реттеп, жұмысты жеделдетуді тапсырған Алматы мен Шымкент қалалары Аймағамбетовтың ұстаздарды 100% вакцинациялау тапсырмасын мүлтіксіз орындағандары туралы есеп берді. 2100 педагогымыз арнайы ПЦР тестер тапсырып, білім беру мүмкіндігіне ие болады. Министрлік ата-аналарға да екпе салуды сұраған, бірақ Ақтөбе мектептері балаларды қақпа алдынан күтіп алатынын айтты. Балалардың негізгі нөпірі үлкен кіре берістен кіріп шықса, қалғандарына қосымша 2 шығу-кіру есіктері бар. Ал Тараздағы жағдай тіпті бөлек. Нөмір 31 мектептің күрделі жөндеуі мамыр айының соңында басталған. Құрылысты 6 айда аяқтаймыз деп келіскенмен әкімдік мердігерге аяқ асты 4 айда тәмамдауды тапсырыпты. Оқу жылына бітір деп жатыр. Техникалық проекттің өзінің құжаттарына қарағанда бұл жұмыс кемінде 6 ай 7 ай істелетін жұмыс. Бірақ енді қазір енді жағдайға байланысты балалар оқуға барсын деп асықтырып жатыр. Биыл аймақта 16 мектеп күрделі жөндеуін жүргізіп жатыр. Қазір оның тек 2-і біткен, тағы 4-і жыл соңында пайдалануға берілмек. Ал 1-ші қыркүйекке дейін қалған 9 мектептің күрделі жөндеу жұмыстары аяқталмақ. Бірақ білім басқармасы жұмыстар уақытылы аяқталатынына өздері де сенбейді. Әкімдік тарапынан асықтырып жатырмыз. Жаңа оқу жылына шейін олар үлгермейді. Ал егер мерзімнен кештірілсе, айыппұл көзделген. Осындай 3 мектеп бар бізде. Пайдаланбау қаупі бар мектептер. Жөндеуден бөлек үкімет мектептерді жаңа оқу жылында жаңа санитарлық талаптарға сай келтіру межесін 25 тамызға дейін деп шегелеп қойды. Ал құрылысшылардың бірінен соң бірі коронавируспен ауырып жатқанда, сол жағалаудың кабинеттерінде бекітілген мерзімдерді сақтау мүмкін емес дейді мердігер. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі.